Келесі 38-де 6-шы есеп. Бөлшектің мәнін табыңдар дейді. Мұнда x-тің мәні берілген. Бөлшекті алдымен ықшамдап алайық. Ол үшін алымынан және бөлімнен ортақ санды жақшаның сыртына шығарамыз. Айнымалыны. Алымынан біз x-тің 4 дәрежесін шығарсақ болады. Ең кіші дәрежесін шығарамыз балалар. Енді x-тің 5 дәрежесінің 4 дәрежесін шығарсақ, x-тің 1 дәрежесі қалады. Қосылған 4. Бөлімінде x-тің 3 дәрежесін шығарамыз. Сонда бізде x плюс 4 қалады екен. Енді қысқаратын сандар бар. Жақша мен жақшаны қысқартамыз. X-тің 3 дәрежесі мен 4 дәрежесі қысқарып, x-тің 3 дәрежесі толықтай кетеді. Алымында x-тің 1 дәрежесі қалды. Ал x деп тұрғанымыз бізде минус 0,6-ға тең деп тұр мінеки. Сонда бұл бөлшектің мәні минус 0,6-ға тең. Келесі екінші есепте x-тің 4 дәрежесін шығарайық. Сонда бізде 3x минус 4 қалады екен. Ал бөлімінен x-тің квадратын шығарайық. x-тің квадраты алымында 3x минус 4 қалады. Мұнда да жақшаларды қысқартсақ болады. X-тің 2 дәрежесі мен 4 дәрежесін қысқартамыз. Сонда бізде x-тің 2 дәрежесі қалды. Енді x-тің орнына минус 3,3-ні қоя берсек болады. Минус 3,3-ның квадраты деп аламыз. Минус теріс санның жоп дәрежесі, сіздер білесіздер, оң санға айналып кетеді. Мен бұл бұрыс бөлшекті бірден аралас санды бірден бұрыс бөлшекке айналдырамын. 3 бөліміне түседі, 3-ті 3-ке көбейтеміз 9, 9-ды 2-ке қоссақ 11 болады. Енді осыны квадраттайық. 3-тің квадраты бізде 9, 11-дің квадраты 121. 9-дан 121 болады екен бөлшектің мәні. 38-де 7-ші тапсырма, алгебралық бөлшекті қысқартыңдар дейді. Бірінші есепке қарасаңыздар, жақшалар ұқсас секілді, бірақ таңбалары әртүрлі. Бұнда бірдей қылу үшін таңбаларын алымынан немесе бөлімінен минусты алдына шығарып жүремін. Мен қазір алымынан шығарам. Минусты алдына шығарсам, минус а, жақшаның ішінде таңбалар ауысып кетеді де 2y минус x болады. Бөлімін сол күйінше жазамын. v 2y минус x. Енді қараңыздар, жақшалар бірдей болды, таңбалар бірдей, сондықтан қысқарта аламын. Сонда бұл бөлшектің жауабы минус v-дан а болып қалады екен. Екінші есепте алымынан біз 3-ті шығарайық. Сонда а минус 36-дан 36-3-ке бөлетін болсақ 12, демек 12 қалды деген сөз. Бөлімінен v-ны шығарайық. Сонда 12 минус а болды. Енді мұнда да жақшалар ұқсас, бірақ таңбалары әртүрлі болып тұр. Сондықтан минусты жақшаның алдына шығарып жүреміз. Минус 3, таңбалар ауысады, 12 минус а болады. Бөлімінде v 12 минус а. Енді жақшаларды қысқарта берсек болады. Сонда бізде минус 3 бөлінген v деген бөлшек қалады екен. Үшінші тапсырмада бөлшектің алымын біз қысқаша көбейту формуласына саламыз. Бірінші формула бар ғой бізде. Мына формула бар ғой балдар. А квадрат минус в квадрат деген. Ол деген а минус в, а плюс в деген. Мына формуламен ашамыз. 5 минус а дейміз де, 5 плюс а дейміз. Бөлшектің бөлімінен 3-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда 3 а минус 5 қалды. Енді қараңыздар, жақшалар ұқсас болып тұр, бірақ таңбалары әртүрлі. Сондықтан жаңағыдай минусты жақшаның алдына шығарып жүремін. Сонда минус а минус 5 мына жерде, сонда а плюс 5 күйінде қалады. Бөлшектің бөлімінде 3 а минус 5. Мына екеуі қысқарады. Сонда бөлшектің алдына минусты шығарамыз да, а плюс 5 бөлімінде 3 қалады екен. Енді 4-ші есепте 8-ді жақшаның сыртына шығарып жүрейік алымынан. Сонда v квадрат минус а квадрат қалады.
Ал бөлімі бізде қысқаша көбейтудің ашылған түрі а минус v-ның квадраты деген, е? А квадрат минус 2av плюс v квадрат деген екінші формуласы бар еді ғой. Соның бастапқы күйіне келтіреміз. А минус v-ның квадраты. Енді балалар, бөлшектің алымында тұрған жақша, ол бізде қысқаша көбейту формуласына келеді, бірінші формуласына. Бірақ қазір минусты алдына шығару керек болады, сондықтан бірден шығара салайын. Минус 8 дейміз де, сонда а минус v, а плюс v деп жазамыз. Бөлшектің бөлімін сол күйінше жазамыз. А минус v-ның квадраты. Енді мына жерде а минус v мен осының квадратын жойып жібереміз. Сонда бізде минус 8 жақшаның ішінде а плюс v қалды. Бөлімінде а минус v қалады екен. Так, бұл жерде а минус v мен мына жақшада қысқарып жүрсек те болады, негізі бар ғой. Минус 8а минус 8v жоқ болмайды екен. Келесі 38-де 7-ші тапсырма. Алгебралық бөлшекті қысқартыңдар дейді. Ой, жалғас қой бұл. Енді қараңыздар, бұл жерде мына бөлімінен мен минусты алдына шығарам. Минус x-тің кубы, x минус y деймін де, алымынан 5x, x минус y деймін. Жақшаларды қысқартамыз. X-тердің дәрежелерін жоямыз. Сонда минус 5 бөлімінде x-тің квадраты қалады екен. 6-шы тапсырмада 7v-ны шығарайық алымынан. 7v дейміз де, 1 минус 2v бөлімінен 21v-ны шығарайық. 21v, 2v минус 1. Енді мына екеуін ұқсас, бірақ таңбалар әртүрлі болып тұр. Сондықтан минусты алдына шығарып жіберем алымынан. 7v 1 бөлімнен шығара салайын, онда 1 минус 2v, 21v, 1 минус 2v. Жақшалар қысқарады. V мен v-ны қысқартамыз. 7 мен 21-ді 7-ге қысқартамыз. Сонда минус 3-тен 1 қалады екен. 7-ші тапсырмада бөлшектің алымынан 3-ті шығарайық. Сонда 3 шығарып жіберсек 1 минус x қалады екен. Ал бөлімі бізде қысқаша көбейтудің екінші формуласына келеді. X минус 1-дің квадраты. Енді мынау бізге ұқсас болып тұрғанмен таңбасы әртүрлі, сондықтан минусты алдына шығарып жіберем. Минус 3, x минус 1 деймін де, бөлімін сол күйінше жазам. X минус 1-дің квадраты. Енді қысқартайық, жақшалар ұқсас. Сонда минус 3 бөлімінде x минус 1. 8-ші есепте бұл бізде қысқаша көбейтудің формуласына келеді. Жоқ, бұлай қысқарта берейік, бірақ мына жерде балар, бізде 2 дәрежесі болып тұр ғой. Кез келген теріс санның жұп дәрежесі оңды береді. Сондықтан қазір минусты алдына шығарып жүргенмен де сол күйінше ауыспайды. Сондықтан мен былай жазам қазір. V минус 2v-ның квадраты, v минус 2-ның кубы деймін. Енді қысқарталамын. Сонда бізде v минус 2 қалады. Келесі 38-де 8-ші есеп. Бөлшек рационал өрнегін қысқартыңдар деген. Қысқарту үшін біз алымынан ортақ санды және айнымалыны шығаруымыз қажет. Алымынан біз 3a-ны шығарайық. Сонда жақшаның ішінде 6 қалады да, минус a қалады. Бөлімнен 8a-ны шығарайық. Сонда a минус 6 қалады екен. Енді мына жақшаларды қысқарталамыз, бірақ таңбалары әртүрлі болып тұр. Сондықтан минусты жақшаның алдына шығарып жүреміз де, бірдей қылып аламыз. a минус 6 болады да, бөлшектің бөлімінде тура сол күйінше қалдырады.
Енді жақшаларды қысқарта аламыз. А мен А-ны қысқартамыз. Сонда бізде минус 8-ден 3 қалды. Келесі екінші есепте алымнан біз 8-ді шығарайық. Сонда П минус 5 бөлімінде 3-ді шығарамыз. Сонда 5 минус П қалады екен. Мұнда да тура солай. Минусты жақшаның алдына шығарамыз да 8, 5 минус П дейміз де, бөлшектің бөліміне 3, 5 минус П дейміз. Енді жақшаларды қысқартайық. Сонда бізде минус 3-тен 8 қалды. Бұны аралассан түрде жасақ, минус 2 бүтін 3-тен 2 деп жаза аламыз. Үшінші тапсырмада бөлшектің бөлімінен біз 5-ті шығарайық. Сонда бізде 2 минус х қалады екен. Ал алымын 2 минус х, 2 плюс х деп ашылады алымы. Сонда мына жақшалар қысқарып кетеді. Бөлшектің алымында сонда 2 плюс х қалса, бөлімінде 5 қалады екен. Үшінші тапсырмада бөлшектің бөлімінен 5-ті шығарайық. 5-ті шығарсақ, х плюс 2 y қалады. Алымынан 3-ті шығарсақ болады. 3-ті шығарайық. Сонда х плюс 2 y қалады ғой. Осының квадраты. Егер немен ашсақ болмай қалады. Енді мына екеуін қысқарта аламыз. Сонда бізде 3х плюс 2y бөлімінде 5 қалады екен. Енді алымынан 5-ші есепте ықшамдайық. AX пен BX-ті y пен BY-ден шығарамыз. AX пен BX-тен біз x-ті шығарайық. Сонда бізде A плюс V қалады. Ал мына жерде y, y-ден біз y-ті шығарайық. Минус y-ті. Сонда бізде A плюс V қалады. Бөлшектің бөлімінен V-ны шығарайық. Сонда x минус y қалады. Енді қараңыздар, алымында A плюс V екеуі болып тұр. Сондықтан ықшамдап A плюс V деп, ал x минус y-ті бір жақшаға ала аламыз. Енді қысқаратындар пайда болды. x минус y пен x минус y жойылады да, A плюс V бөлінген V күйінше қалдырамыз. 6-шы тапсырмада бөлшектің алымы бізде қысқаша көбейту формуласына келіп тұр. A минус 3-тің квадраты деген. Ал бөлімі бізде A куб минус V кубқа кеп тұр. Егер сонымен ашатын болсақ, 3 минус A квадрат плюс 3A плюс A квадрат күйінде жазамыз. Енді қараңыздар, мына жерде мынау кішкентай жақшалар қысқарып кетеді. Сонда бізде A минус 3 бөлімінде A квадрат плюс 3A плюс A квадрат күйінде қалады. A квадрат емес, мына жерде 3-тің квадраты ғой. Тоғыз болады. 9 плюс 3A, мына жерде A минус 3. 7-ші есеп. Бөлшектің алымынан 2 деген санды жақшаның сыртына шығарамыз. A минус V дейміз де, осының квадраты дейміз. Бөлшектің бөлімі сол күйінше жазылады. A минус V. Енді квадратты жеке-жеке ескерек. 2-ның квадраты дейміз. Көбейтілген A минус V-ның квадраты. Бөлімінде A минус V. Енді мына жақшамен A минус V қысқарып кетеді. Сонда 2-ның квадраты бізде 4, жақшаның ішінде A минус V қалды. 8-ші тапсырмада 4-ті, бөлшектің алымынан 4-ті шығарып жүрейік. Сонда S плюс 3D қалды. Осының квадраты.
бөлімінде с плюс 3d. Енді жеке-жеке квадраттаймыз. 4-дің квадраты дейміз де с плюс 3d-ның квадраты бөлімінде с плюс 3d дейміз. Енді с плюс 3d мен квадраты қысқарады да 4-дің квадраты 16, жақшаның ішінде с плюс 3d қалды. 9-шы тапсырма. Бұл бізде бөлшектің алымы қысқаша көбейтуге келеді екен. 2x минус y, 2x плюс y деген, бірінші формуласына. Ал бөлшектің бөлімінен біз 3-ті шығарып жіберейік. Сонда 2x минус y-тің квадраты болады. Мұнда да енді жеке-жеке квадраттаймыз. 3-дің квадраты жақшаның ішінде 2x минус y-тің квадраты дейміз. Алымында сол күйінше жазамыз. Енді қысқаратын өрнектер пайда болды. Минус мен квадраты жойылады да, алымында 2x плюс y бөлімінде 3-дің квадраты 9, жақшаның ішіне 2x минус y қалды. Осы күйінше қалдырамыз.